My country, my world. Бірінші жаттығуда сөздердің аудармасын табамыз және де суреттермен сәйкестендіреміз. Mountain, тау, forest, орман, desert, шөл, lake, көл, river, өзен, steppe, дала. There are forests in the north and west. In the center of the country there is a steppe called Sararha and a desert called Aral Qaraqum. Qizilqum and Mo'yinqum are in the south. There are 3 long rivers in the south, Sirdarya, Shu and Ili. In the southeast there is a big lake called Balkhash. The mountains in the east are called the Altai and in the northwest there are the Urals and the Tian-Shan. Үшінші жаттығуда бірінші жаттығудағы зат есімдер қолданып сөйлемді толықтырып шығу керек. In winter there is a lot of snow in the mountain. When the weather is good, people go there to ski. Қыста көп қар болады ол жақта. Ауа райы жақсы болған кезде адамдар шаңғы тебуге барады. There is a lot of fish in the river. People go there to catch the fish. Өзенде балықтар көп болады. Адамдар ол жаққа балық аулау үшін барады. There is more water in the lake. After heavy rain, people go there to swim. Қатты жауыннан кейін ол жақта су көп болады. Адамдар ол жаққа суға шомылуға барады. There are a lot of trees in the forests and the air is very clean. People go there to hike. Орманда ағаштар көп болады және де ауасы таза. Адамдар жаяу серуендеуге барады. There is a lot of sand in the deserts. Sometimes people go there to ride a camel. Шөл далада құм көп болады. Кейде адамдар ол жаққа түйеге мінуге барады. There are no trees in the steppes, but there is grass. People go there to see interesting plants and animals. Далаларда ағаштар болмайды, бірақ шөптер бар. Адамдар ол жаққа қызықты өсімдіктер мен жануарларды көруге барады. Төртінші жаттығуды жасау үшін үшінші жаттығудағы көкпен боялған сөздерге назар аударамыз. Олар саналмайтын зат есімдер және де астындағы сұрақтарға жауап жазамыз. Сұрақты жауабын жазып қойдым. Олар толыққанды жауап және де қысқа ғана жауапты көрсеттім. Бесінші жаттығуда астында 6 сөйлем берілген. Осылардың әрқайсынан қатесін тауып дұрысын жазамыз. A weather is warm and sunny today. Бұл жерде қателік артиклінде саналмайтын зат есіммен ні қолданбаймыз. Сондықтан the weather is warm and sunny today. Екінші, the water is cold. Су салқын. Яғни бұл жерде су саналмайтын болғандықтан s-ті жалғамаймыз. Дұрыс жауабы the water is cold. 3. One rain is good for the plants. Жаңбыр өсімдіктерге жақсы. Бұл жерде жаңбыр саналмайды, сондықтан one-ды алып тастаймыз. Дұрыс жауап rain is good for the plants. 4. Let's go and play in a snow. Қане кеттік, қарда ойнайық. Қар саналмайды, сондықтан артиклі болмайды. 5. Don't walk on the grasses. Шөптердің үстінде жүрме. Бұл жерде шөптер саналмайды, сондықтан es алып тасталынады. 6. I like fishes and ships. Мен шипсылар мен балықтарды ұнатамын. Бұл жерде fish-тің жасалу жолы көпше түрі fish. 6-шы жаттығуда 3-ші жаттығуға қайта қарап, ол жерде қандай етістік мақсатты көрсетеді, соны табамыз. Бұл жерде қарайтын болсақ, to ski, шаңғы тебу. Тауға барғандағы мақсат не? Шаңғы тебу. To catch the fish. Я өзен көлге барғандағы мақсат не? Ол балық ұстау. Негізгі етістіктен бөлек to plus verb келетін болса, ол сөйлемдегі мақсатты білдіреді. 7-ші жаттығуда бір мемлекетті таңдап, қысқа ғана сол туралы текст жазу керек, астындағы сұрақтарға жауап жазсаңдар болады. Мен Швейцарияны мысалға алып, қысқа ғана жазып өттім. Сол туралы басқа елді алып, солай жазуға болады. Видео сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.